Бәріне сәлем. Бүгін мен сіздерге 2017 жылы шыққан «Между нами гор» атты киноны қысқаша айтып беретін боламын. Ал сіздер арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алекс аэропортқа келіп рейстің тоқтатылғанын біледі. Оның тойы болайын деп жатыр, сондықтан ол міндетті түрде ұшып кетуі керек. Ал бұл Бен. Ол маңызды отаға қатысуы қажет, бірақ ұша алмай тұр. Алекспенде де осы қиындық туындағанын біліп, оған жоспар ұсынады. Екеуі Уолтер есімді жеке ұшқышқа келеді. Ол болса апаруға келіседі. Бен Уолтерден ұшу жоспарын бердің бе деп сұрайды. Ұшқыш мұның енді артық дейді. Ал дауыл оған түк емес. Ұшып бара жатып Бен Лондонда тұратынын, алайда американдық қызға үйленгенін айтады. Алекс журналист екенін айтады. Біраз жүрген соң ұшқыш боранның ауысқанын байқайды және орталық координаттарға хабарлауға тырысады. Бірақ есінен танып қалады. Бен оны өзіне келтіруге тырысады, алайда ол көмектеспейді. Ұшақтың құйрығы жұлынып, олар апатқа ұшырайды. Бен есін жиғанда Алекстің тірі екенін көреді. Ал ұшқыш қайтыс болған және ең бастысы ит тірі қалған. Бен жанармайдың ағып жатқанын байқайды және оларды жинап от жағады. Сымтетікте зарады бар, алайда байланыс жоқ. Азанда суықта оянған Бен сыртты тексермек болып далаға шығады және оңбай соқтығысқанын көреді. Ол ұшаққа қайтып Алекстің жараларын емдейді. Сосын куртка көйлектермен оны қымтап орап қояды. Ал өзі ұшқыштың курткасын киіп алды. Бен Уолтерді жерге көмеді, ал ит егесіне қарап тұрып қоштасады. Кешке Алекс есін жинайды да уайымдай бастайды. Алекс оған тауда 36 сағаттан бері тұрғанын айтады. Ұшқыш шу жоспарын айтпаған. Таң ертең Бен бір ұшақты байқайды да ракетаны қолданып көреді. Бірақ бұл сәтсіз шықты. Олар жанатын заттың бәрін өртейді. 3 күннен соң Алекс кету керек екенін айтады. Бірақ Бен қалу керек дейді. Алекс аяғы жаралы болғандықтан Бенді жалғыз жібереді. Бірақ ол мұны қалаған жоқ. Бен жоқ кезде Алекс оның заттарын ақтарады. Таудың төбесіне шыққан Бен ешқандай өркениетті де көрмейді. Осы кезде Алекс оның әйелінің диктофонға жазылған жазбасын тауып алады. Бір кезде Бен астыға қарай құлайды, бірақ бір таңғажайыппен аман қалады. Ол артқа қайтамын дегенше Алекс бір жер тұрғынымен танысады. Біздің ит жабайы мысыққа бірінші болып атылуды ұйғарады, алайда ол жеңіліп қалды. Алекс оны қуып жіберу үшін бір ракетаны қолдануына тура келді. Бен қайта оралғанда жараланған итін көреді және оны емдейді. Пума ұзаққа кете қойған жоқ, сондықтан олар оны кешкі асқа айналдырып жейді. Алекс бұл жерден кету керектігін тағы да айтады. Бен болса басқа жақта өлгеннен гөрі осында тірі жатқан жақсы дейді. Олар бір-бірімен ұрысып, қыз оған эгоист екенін айтады. Ол жалғыз өзі итті алып жолға шығады. Бен де ұзақ отыра алмай оның артынан барады. Жол жөнекей ұшақтың құйрығын табады, бірақ ол енді іске аспайды. Ол Алексті қуып жетеді де оны көргеніне қуанышты екенін айтады. Олар тастарға келеді де сол жерде түнейтін болып шешеді. Бұл саяхатта олар бірін жақсы таныды. Олар бірін жылытады. Бен Алекстен майшөк туралы көп айтатын үшін кешірім сұрайды. Сосын құшақтасып ұйқыға кетеді. Таңертең Алекс ұйықтап жатқанда Бен оның қолын ақырын ұстайды. Алекс ең үлкен қауіп бар жолмен жүруге тәуекел етпекші, бірақ Бен оған қой деді. Екеуі тағы қарсыласып келісе алмайды және ол бұл жолмен жүрмейді. Ол Бенге жетіп алып одан кешірім сұрайды. Олар орманда өздеріне баспана жасап, алып сол жерде ұйықтайды. Ертеңіне олар тоқтап қармен тамақтанады. Бен иттің қайда қыстырылып қалғанын анықтауға кетеді және тастанды үйді табады. Сол уақытта Алекс мұздың астына түсіп кетеді. Бен оны судан шығарып алуға үлгереді және үйге әкеліп, оны жылы төсекке жатқызып орайды. Бірақ ол есін жинамайды. Сосын үйден шприц тауып алады да тұзды ерітінді жасайды. Бен оның жағдайы қиын екенін және процедура жасай алатындығына күмәндана бастайды, бірақ та бәрібір оны жасайды. Алекс бірнеше күннен соң есін жияды. Бен оған жақсылап қарайды, ал өзін ұмытады. Қыз тағы да құры отырмай бірдеңе жасау керек деп айтады. Бен қайтар жолды табамын деп уәде береді. Ол жоқ кезде Алекс оның әйелінің жазбасын тыңдайды. Ол мұны байқап оған қатты ашуланады және оның әйелі енді жоқ екенін айтады. Алекс жасаған ісінен кешірім сұрайды. Сосын олар махаббатқа беріліп кетеді. Ол тағы да қайтар жолды табуға уәде беріп сыртқа шығады. Бірақ оның үйде қайтыс болып кетуі мүмкін екенін түсініп, үйге қайта оралып, оны өзімен бірге алып кетеді. Оны сүйреп жүретініне қарамай, ол сыртқа шықты. Біраз уақыттан соң Бен Алексті өзімен сүйреп келуде. Олар ағаштың астында ұйықтап қалады.
ит бірдеңе тауып оларды оятады. Бен алыстан заводты көреді. Олар бір жолға түседі. Ит бір жерге қарай жүгіреді. Оның артынан барған Бен қақпанға түседі. Бен Алексті жалғыз жібереді. Ол оның бетінен сүйіп көмекке шақыруға кетеді. Бен есін жоғалтады. Алекс ағаш кесу заводына жетеді де оны грузовиктің иесі тауып алады. Уақыт өтеді, Бен ауруханада оянады. Ол Алекстің палатасына келеді де оны сүйеді. Сосын тірі болғаныңа шүкір дейді. Дәретханадан оның күйеуі шығады. Сосын Бенмен танысады. Бен олардың отбасына араласқысы келмей кетіп қалады. Бірақ ол өз жұмысына және қарапайым өміріне қайта оралады. Итті өзімен бірге алып Алекс те өз өміріне оралды. Алайда ол әрдайым Бен туралы ойлайды, ол оған сурет жібереді. Сосын Бен кездесейік дейді. Ол күйеуге шыға алмадым деп айтады. Бірақ мұнысынан түк те шықпайды. Олар қоштасып жатқанда Бен оған сен қателесіп жатырсың дейді. Сосын екеуі екі жаққа қарай кетеді. Бірақ екеуіне де бұл қиын. Олар бұрылып бір-біріне қарай жүгіріп келеді. Осымен кино аяқталады. Видео ұнаса арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпа.